Пілдер бүгінгі жануарлардың ішіндегі ең үлкені. Олардың денесінің ұзындығы 6-7,5 метрге дейін, ал орташа салмағы 5 тоннаға жетеді. Әлемдегі ең үлкен піл 1956 жылы Анголада тіркелген. Оның салмағы шамамен 11 тонна, биіктігі 3,96 метр болған. Әлемдегі африкалық пілдердің саны 500 мыңға жуық. Пілдер отбасылы жануарлар. Ұрғашылары үнемі табымен бірге өмір сүреді. Ұрғашы піл өлгенде немесе адамдардың қолына түскенде ғана табыннан бөлінеді. Табын ішінде ең тәжірибелісі бастаушы саналады. Ал аталық пілдер шамамен 12 жасында табыннан бөлініп кетіп, уақытша бойдақтар табынында өмір сүреді. Олар жетілгеннен кейін жалғыз тіршілік етеді. Жаңа туған пілдің салмағы шамамен 120 келіні құрайды. Пілдің балалары соқыр болып туылады. Сондықтан тұмсығымен анасының құйрығынан ұстап жүреді. Олардың кейбір тыныштану үшін өз тұмсығын сорады. Кішкентай пілді анасы күту үшін бірнеше күтушіні таңдайды. Осылайша өзінің қоректенуіне уақыт табады.